Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін картошкадан осындай керемет котлет жасаймыз. Жасалу жолы өте тез. Тек қана картошка мен сыр ғана қажет. Әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Егер үйде балаларыңыз болса, міндетті түрде осы котлетті пісіріп көріңіздер. Сыры созылып, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Жасалу жолына келетін болсақ, 1 килограмм картошканы жақсылап тазартып аламыз, жуып аламыз да, үстіне тұзын сеуіп, суын құйып, отқа қойып, жақсылап пісіріп аламыз. Міне достар, біздің картошкамыз 20-25 минуттай суда пісті. Ішіндегі суын төгіп тастап, мен енді котлет жасауға кірсем. Ол үшін кішкене майды салып, картошкасының ішіне тұз салып, шым-шым бұрыш салып, езгіштің көмегімен жақсылап тұрып езіп алам. Достар, ендігі кезекте приправаларымды салып, бір жұмыртқаны шағып, ішіне жақсылап тағы да езгіштің көмегімен араластырып алам. Бар болғаны осы, достар, міне бізде котлеттің массасы дайын болды. Ендігі кезекте ірімшігімізді, сырымызды яғни турап аламыз осылай. Кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Және ұнымызды, 2 жұмыртқанымызды, панировочный сухариімізді дайындап қоямыз. Енді ас қасықты аламыз да осылай бір алақанның көлеміне сиятындай қылып картошканы алып, ортасына шұңқыр жасаймыз. Және де сырымызды ортасына салып, осылай жауып тастаймыз да, ұнға жақсылап былғап аламыз. Осылай котлетімізді формалаймыз. Енді алдын ала араластырып қойған жұмыртқаға котлетімізді араластырып, панировочный сухариға ораймыз. Осылай барлық котлеттерімізді дайындап шығамыз да, майға қуырып аламыз.
Достар, міне айтқанымдай өте тез жасалады. Бар болғаны осы картошка және сырдан. Керемет, сырты күтірлік, іші жұмсақ, ортасында еріген сыры бар. Дәмі деген тіл үйрет. Балаларыңызға осылай жасап көріңіздер. Әсіресе қуырылған картошка жегісі келмесе, тап осылай жасасаңыз, балаларыңыз тағы сұрайтын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет.